Қайырлы күн, әріптестер. Бүгін сіздермен бірге мына күнделік KZ сайтына Google Диск ке сілтемені Google Дискке құжатты қалай жүктеу керек және онан сілтемені қалай алу керек екенін көрсететін боламын. Алдымен сіздерде Google Chrome несі болу керек сіздерде мынау браузер. Осы браузерден кіретін кезде мысалы сіздерде барлық Samsung телефондарда мынандай Google Диск деген приложение бар. Осы приложениеге қасында gmail.com деген тағы приложение бар, Gmail деген. Соны ішіне кіріп, мысалы осы телефоныңыздағы Google аккаунтты пайдалануға болады. Жаңа аккаунттың ашудың қажеті жоқ. Мысалы былай Вайти батырмасын батамыз, одан кейін телефонда жаңағы Google дискте көрсетілген Gmail адресті жазатын боламыз. Например, мен өзімдікін жазатын боламын қазір, соны қайталап отырсаңыздар болады. Паролін ұмытып қалсаңыздар, қорқатын ештеңесі жоқ. Әрі қарай батырмасын батамыз, далее. Забыл пароль батырмасын басамыз, пароль ұмыттым деген. Сол Gmail'дың ішіне кірген кезде мұнда телефоныңызға уведомление кетеді. Сіз ашқалы отырсыз ба, әлде басқа кісі ма дегендей. Иә, мен деп телефоннан келісім бересіз, және телефонда экранда көрсетіп тұрған цифрды телефоннан белгілейсіз. 12-ші цифрды көрсетіліп отыр деп. Осыдан кейін мына көрсетілген аккаунтқа ешқандай қиындықсыз, ешқандай парольді ұмытқан болсаңыздар, изменить деп қайтадан қалпына келтірсеңіздер болады. Болмаса әрі қарай деп жалғастырсаңыздар болады. Одан кейін мұнда ашылатын болады. Осы ашылған кезде мына бұрышта 6 батырманы басып, мына 4 бұрышта точкаларды басып, дискке прямой өтіп кетсеңіздер болады. Ондан кейін мынау сіздердің пустой дисктеріңіз әзірге. Создать папку. Мұнда мысалы сіздер қай сыныптарға сабақ бересіз. Және параллельный басқа мысалы А классы, Б классы деп әрқайсысының названиясын жазып қойсаңыз болады. Мысалыға бірінші сынып создать. Міне бірінші сынып, әрі қарай екінші сынып, болмаса басқа сыныптарды параллельный жазып кете берсеңіз болады. Мұнда осында бірінші сыныптың папкасының ішіне кіреміз. Одан кейін мұны тағы да создать батырмасын батамыз. Мұнда загрузить файл, загрузить папку. Бізге папка қажет емес, оны загрузить файл деген нәрсені басып, бізде тұрған документке өтіп, мынандай Word қымыжыларыңызды открыть етіп, осында жүктей аласыздар. Және мұның сілтемесін алу үшін бұнда үстіне бассаңыздар, мына 3 точканың поделиться, копировать, открыть доступ дегенді басамыз алдымен. Мұнда қарасаңыздар, доступ ограничен. Күнделікке бұл сілтемені қойғаныңызбен ешкім көре алмайды. Сол үшін доступ у кого есть ссылка дегенді батырмасын басамыз. Одан кейін готовы батырмасын басамыз. Одан кейін сілтемесін алып күнделікке қоя берсеңіз болады. Оның еш қиындығы жоқ. Мысалыға осы сілтемені мұнда тастайтын болсақ, мына мінекей автоматты түрде мына файл ашылып кететін болады. Жаңағы біздің жүктеген құжатымыз ашылады. Барлығына түсінікті болды деген ойдамын. Басқа да сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазатын болсаңыздар, міндетті түрде жауап беремін. Каналдың қолдап, лайк басып, подписаться кнопын басып, каналға қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар.